Бүгінгі оптовкадан алып келген заттар осы жолы өте аз ақшамен бардым. Аз заттар алып келдім, өйткені үйде алдыңғы айдан қалған продуктлар біраз болған. Содан кейін осы жолы аз ғана 60 000 теңге кетті осы заттарға. Мына жақта бізде салфетка, мындай метражный осындай тряпочкалар, жақсы, удобно. Ескіргенде сразу жыртып лақтырып новыйын бастай бересің. Станок. Одан кейін бір пачка рамен, наштелия, завтракка, хрустка, сосын мынау с ручкой, но без ручкой. Мына жақта орехтар, грецкий орех, өрік, тыквенные семечки обязательно. Мынау боярышник, осының килограмм қымбат тұрады екен, 4 000 ба, 4,5 мың ба, сондай. Жарты килограмм ғана алдым. Осының 3 столовый қасықпен компот қайнатқандай суға қайнатып, балаға берсе иммунитетін жақсы көтереді екен. Мынау мед, жантақ 1 килограмм, 2,5 мың теңге. Өскемендікі деді, енді дәмін көреміз. Мына жақта кукуруза, 5 кукуруза жақсы желінеді біздің үйде. Содан кейін лия лапшаны тоже жақсы көреміз. Мына жақта шах, мынау докторский мясной салатқа иногда осы колбасаны қоса саламыз еттің орнына. Мынау жегенге колбаса осы жолы өте азақ алдым. Сосиски тоже 1 килограмм алдым. Ақырындап өстіп балаларды өзіміз колбаса сосискиден шығайық деп жатырмыз. Мынау Аишаға май 2150 теңге тұрады екен, 500 граммы. Натуральный продукт алуға тырысам балаларға. Өзіміз қолдың майын жейміз. Содан кейін Биг Бон, енді анда-санда балалар сұрайды, сол кезде жасап берем. Царь, Геркулес үйде бар, онда да ала салдым. Мынандай маслины екеу үйде болған, онда да алдым. Салатқа жасағанда керек болып қалады. Сосын солянка жасағанда шампиньоны тоже біреу алдым. Сгущенка болған, тоже екеу алдым. Үлкен майонезден екеу алдым. Содан кейін бір фунчоза ала салдым, тоже болған. Енді фунчоза жиі желінеді. 2 лоток қана алдым. Жұмыртқа обычно 4-5 лоток алып келетінмін. Мак кофе алмаймын деймін, каждый раз алам. Енді жиі ішпейміз ғой, елдер сияқты күнде аптасында бір рет ғана ішеміз ғой деп. Дрожжи ала салдым артығымен. Сосын 5 пачка сыр. Сырдың килограммы 2200-2300 қателеспесем. Содан кейін форель, мынандай духовкада пісіріп жейміз. Сосын семга. Одан кейін мына жақта селедка бар. Селедка. Сонымен болды. Бүгінгі заттар осы ғана. Аз заттар алдым. Бірақ өзімізге жетеді, біз семьямызда енді аз адамбыз ғой. Ай сайын барамыз. Осы айда алған заттарым осы. Кукуруза. Мысалы, осы кукурузаны 300 теңгеден алдым. Арзан біз үшін. Мұнаның бізде килограммы 3000 теңге жақта магазинде. Ал мен оптовкадан 2100 теңгеге алдым. Тағы ненің бағасы сіздерге қызық. Алматының бағасын айтып жатырмын сіздерге оптовкада. Мынандай без ручкой 300 теңгеге алдым. Мынау 1200 теңге. Ішінде білмеймін 20 бола ма? 20-дан да көп негізі. Или 20 метр деп тұрмай. Осы 1200 теңге, в общем, ұзаққа жетеді. Карина 300 теңгеден. Раменнің бір штугы 400 теңгеден. Сонда на упаковкасы 2000 теңге болады. Форельдің килограммы 3,5 мыңнан. Так, жұмыртқа отборный алдық 68 теңгеден. Краковскийдің килограммы 2200 теңгеден. Так, сол, мынау 700 теңгеден. Мынау 400 теңгеден маслины. Мына майонез 900 теңгеден. Ең үлкені ғой, осы пачкадағысының ең үлкені. Қанша грамм болады өзі? 700 грамм. Вот, бағалар сондай. Мынаны килограммы 3500 теңгеден. Грецкий орехтың. Тыквенные семечки 2700 теңгеден. Мынаның бағасын ұмытып қалдым, бұл арзан тұрады. Мейздің өріктің бағасы 3000 теңгеден. Мен тәтті емес, кішкене кислый өрік жақсы көрем. Мынау осы өрік қатты тәтті емес, кішкене қышқылдау өрік.